армысыздар достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге YouTube каналдағы Қазақта әншілер желісіне каналына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, подписаться жасап кетіңіздер. Ендеше видеомызды бастайық. Роза Рымбаева немересінің бесік тойына ортаны бермей билей жөнелді деген видео жүктелді. Айта кететін болсақ, тұңғыш немересі Зейіннің бесік тойында билей жөнелді. Бұл туралы Мақпал Жүнісова өзінің Instagram парақшасында бөлісті. Тойда қонақ болған Мақпал Жүнісова әншісін немересін бесік тойымен құттықтап биле әнін орындады. Мақпал Жүнісова көңілінде әні той қонақтарына билей тұра алмайды. Тіпті той иесі Роза Рымбаева өзі ортада шыр көбелек айнала билеп, тойдың көңілді өтуіне тікелей атсалысты. Айта кетсек, Роза Рымбаева немересі ақпан айында дүниеге келді. Әли Окапов пен Ақерке Бүркітбайдың тұңғышының есімі Зейін деп атын қойды. Достар, сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.